Сәлеметсіздер ме? Мен Отарбаева Балқия Айдарханқызы, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, номер 15 мектеп-лицейінің математика пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. Сабақтың мақсаты жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану арқылы мәтінді есептерді шығару. Мысалы, бірлесіп жұмыс орындауға қатысты есептер және тағы да басқа. Мәтінді есептерде шешуде қолданылатын негізгі 3 қадам. Бірінші, шамалар, яғни есепті түсініп оқу және шамаларды анықтау. Екінші, тәуелділік, шамалар арасындағы тәуелділікті анықтау. Үшінші қадам, бір шаманы екінші шама арқылы өрнектеу және есептің сұрағына толыққанды жауап беру. Анықтама. Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептерді шығару барысында жұмыстың көлемі көрсетілмесе, яғни орындалатын жұмыстың мөлшері, хауыздың көлемі, қашықтық және тағы да басқа шамалар берілмесе, онда біз жұмыстың көлемін бір-бірлік ретінде қарастырамыз. Мәтінді есептер. Есептің берілісі. Бірінші тігінші жұмысты 10 күнде, ал екінші тігінші сол жұмысты 15 күнде, үшінші тігінші 12 күнде орындап бітіреді. Сұрақ: осы жұмысты 3 тігінші бірге неше күнде орындап бітіреді? Біз бірінші амалда есептің берілісін қысқаша түрде жазып алу керекпіз. Яғни бірінші тігінші 10 күнде, екінші тігінші 15 күнде, үшінші тігінші 12 күнде орындайды. Жұмыстың көлемі берілмегендіктен біз бұл жерде жұмыстың көлемін бір-бірлік ретінде қарастырамыз. Сұрақ: барлығы бірге, сұрақ: күн. Шешуі. Бірінші амалда біз бірінші тігіншінің өнімділігін табу керекпіз. Яғни, бірді 10-ға бөлу арқылы 10-нан бір бөлшегін аламыз. Бұл бізде бірінші тігіншінің өнімділігі. Екінші амалда екінші тігіншінің өнімділігін табамыз, яғни бірді бөлеміз 15-ке. Тең болады бізде 15-тен 1. Бұл бізде екінші тігіншінің өнімділігі. Үшінші амалда үшінші тігіншінің өнімділігін табу керекпіз. Бірді бөлеміз 12-ге. Тең болады 12-ден 1. Біз әр тігіншінің өнімділігін таптық. Енді төртінші амалда қарастыратынымыз 3 тігіншінің бірге алғандағы өнімділігін табамыз. Ол үшін біз 10-нан 1, 15-тен 1 және де 12-ден 1 бөлшектерін қосамыз. Үш бөлшекке біз ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ол бізде яғни 60. Толықтауыш көбейткіштерін жазамыз. 60-ты 10-ға бөлу арқылы біз 6 аламыз. 60-ты 15-ге бөлу арқылы 4, 60-ты 12-ге бөлу арқылы біз 5 аламыз. Толықтауыш көбейткішті бөлшектің алымы мен бөліміне көбейтеміз. Бізде шығады 60-тан 6 қосылған, 60-тан 4 қосылған, 60-тан 5. 60-тан 15 бөлшегін қысқартамыз. Бізде шығады 4-тен 1. Яғни 4-тен 1 ол бізде 3 тігіншінің бірге алғандағы өнімділігі. Келесі 5-ші амалда бірді 4-тен 1-ге бөлу арқылы біз күнді анықтаймыз. Яғни 1 көбейтілген 4-тен 1 бөлшегіне кері сан жасамыз. Ол бізде болады 1-тен 4. Тең болады 4 күн. Жауабы болады бізде 3 тігінші бірге жұмысты 4 күнде орындайды. 4 күн. Келесі біздің қарастыратынымыз бірлесе орындалатын жұмыстарға кері есеп. Есептің берілісін бірге талдайық. Екі трактор бірігіп 6 сағатта жерді жыртады.
Егер бір трактор өз бетінше жерді 15 сағатта жыртатын болса, онда осы жерде екінші трактор бір өзі қанша уақытта жыртады? Есептің шешуі. Бізге бірінші екі трактордың бірігіп орындалатын жұмысының өнімділігін табу керекпіз. Яғни 1-ді 6-ға бөлу арқылы біз 6-дан 1 бөлігін жыртатындығын анықтаймыз. Екінші амалда бірінші трактордың 1 сағатта жердің қандай бөлігін жыртатындығын анықтауымыз керек. Яғни бірінші трактордың сағатын шешуі. Екі трактордың бірігіп 1 сағатта жердің қанша бөлігін жыртатындығын анықтауымыз керек. Яғни бір бөлікті біз 6-ға бөлеміз. 6-дан 1 бөлшегін аламыз. Яғни екі трактор біріге отыра жердің 1 сағатта 6-дан 1 бөлігін жыртады. Екінші амалда бірінші трактор 1 сағатта жердің қанша бөлігін жыртатындығын анықтаймыз. Яғни 1-ді 15-ге бөлу арқылы 15-тен 1 бөлшегін аламыз. Себебі бізде бірінші трактор жалғыз өзі 15 сағатта жыртады. 15-тен 1 ол бірінші тракторшының 1 сағатта жыртатын жерінің бөлігі. Келесі үшінші амалда екінші трактордың 1 сағатта жыртатын жерінің бөлігін табу үшін біз 6-дан 1 бөлшегінен 15-тен 1 бөлшегін азайтамыз. 6-дан 1 ол бізде екі трактордың бірге жыртқан жерінің өнімділігі, екіншісі 15-тен 1 ол бірінші тракторшының жалғыз өзінің жыртқан жерінің бөлігі. 6-дан 1 азайтылған 15-тен 1 ортақ бөлімге келтіреміз. 6 мен 15 арасында ең кіші ортақ еселік ол бізде 30. Яғни осы жерде бізде 30-дан 3 бөлшегі шығады. Бөлшекті қысқартамыз. 10-нан 1. Яғни екінші трактор 1 сағатта жердің 10-нан 1 бөлігін жыртады. Келесі төртінші амалда біз екінші трактордың өз бетінше жерді жырту уақытын анықтаймыз. 1-ді 10-нан 1-ге бөлеміз. Бұдан бізде 10 сағат шығады. Яғни жауабы екінші трактор жалғыз өзі сол жерді 10 сағатта жыртады. Тура осындай кері есепке байланысты бірінші тапсырманы бірге орындайық. Есептің шартын түсініп оқиық. Ағасы, інісі және қарындасы бірлесіп қардан аққаланы 12 минутта жасайды. Қардан жасалған осы аққаланы егер ағасы ғана жасаса 24 минутта, егер інісі ғана жасаса 40 минутта жасайды. Сұрақ: егер осы аққаланы қарындасы ғана жасаса қанша уақытта жасайды? Есептің шартына сәйкес шешуін шығарамыз. Шешуінде бірінші амал бізге 3 адамның бірге жұмыстың қандай бөлігін орындайтындығын табу керекпіз. Яғни 1-ді бөлеміз 12-ге. Себебі 3 адам бірге отыра жұмысты 12 минутта жасап шығады екен. Бізде бұл жерде 12-ден 1 бөлшегі шығады. Яғни ағасы, інісі және қарындасы 1 минутта жұмыстың 12-ден 1 бөлігін орындайды. Екінші амал. Қардан жасалған аққаланы ағасы неше минутта орындайтындығы бізде көрсетілген 24 минутта. Енді жұмыстың қанша бөлігін орындайтындығын біз 1-ді 24-ке бөлу арқылы 24-тен 1 бөлшегін аламыз. Яғни ағасы жалғыз жұмыстың 24-тен 1 бөлігін орындайды. Келесі үшінші амалда інісінің жұмыстың қандай бөлігін орындайтындығын табу керекпіз. Яғни 1-ді 40-қа бөлу арқылы біз 40-тан 1 бөлшегін аламыз. Яғни ағасы 24-тен 1 бөлігін, інісі 40-тан 1 бөлігін орындайды. Төртінші амалда біз қарындасының жұмысты қанша бөлігін орындайтындығын табу үшін біз барлық бөліктен, яғни 12-ден 1-ден азайтамыз ағасының бөлігін және інісінің бөлігін. 12-ден 1 азайтылған 24-тен 1 азайтылған 40-тан 1 өрнегін аламыз. Бөлшекті екінші ортақ бөлімге келтіреміз. Ең кіші ортақ бөлімі бізде 120 саны. 120 санын бөлшектің бөліміне бөлеміз. 12. 120-ны 12-ге бөлгенде бізде толықтауыш көбейткішіміз 10. 120-ны 24-ге бөлсек 5. 120-ны 40-ға бөлсек бізде 3. Толықтауыш көбейткішті бөлшектің алымы мен бөліміне көбейтеміз. Сонда бізде осындай өрнек шығады. Яғни 120-дан 10 азайтылған 120-дан 5 азайтылған 120-дан 3. Бұл бізде тең болады 120-дан 2. Бөлшекті қысқартамыз, 60-тан 1 бөлігі шығады. Яғни қарындасы жалғыз өзі жұмыстың 60-тан 1 бөлігін орындайды. Енді қарындасының уақытын табамыз. 5-ші амалда 1 бөлікті бөлеміз 60-тан 1-ге.
Бұл бізде тең болады. 1 бөлшекті бөлшекке бөлу ережесі бойынша бөлу таңбасы көбейтуге ауысады. 60-тан 1 бөлшегіне біз кері бөлшек жазамыз. Яғни ол бізде 1-тен 60. Яғни тең 60 минут. Немесе 1 сағат. Яғни қарындасы ақ қаланы жалғыз өзі 60 минутта жасап шығады. Енді бізге егер объектінің немесе жұмысшының уақыты дәл нақты берілмеген жағдайда есепті қалай шығару керектігін талқылаймыз. Осыған ұқсас үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші жұмысшы жұмысты 20 күнде орындайды, ал екінші жұмысшыға осы жұмысты орындау үшін бірінші жұмысшының уақытының 5-тен 3-і қажет. Үшінші жұмысшыға екіншіге қарағанда 2,2-ден 1 есе артық уақыт қажет. Осы жұмысты 3 жұмысшы бірігіп қанша күнде бітіреді? Яғни, бірінші жұмысшы жұмысты 20 күнде аяқтайды. Екінші жұмысшы осы жұмысты орындау үшін бірінші жұмысшының уақытының 5-тен 3 бөлігін қажет етеді. Яғни, екінші жұмысшы бізде болады сұрақ, яғни бірінші жұмысшының 5-тен 3 бөлігі. 5-тен 3 бөлігін қажет етеді. Келесі, үшінші жұмысшы екіншіге қарағанда 2,2-ден 1 есе уақыт қажет. Үшінші жұмысшы сұрақ 2,2-ден 1 есе артық уақытты қажет етеді. Яғни екінші жұмысшыға қарағанда. Бізде осы жұмысты 3 жұмысшы бірігіп қанша күнде бітіреді? Яғни бірге сұрақ күн. Енді шешуінде бірінші амалда бізге бірінші жұмысшының өнімділігін табу керекпіз. Яғни жұмыстың көлемін бір-бірлік ретінде қарастырамыз. 1-ді 20-ға бөлу арқылы біз бірінші жұмысшының өнімділігін табамыз. Бұл бізде бірінші жұмысшының өнімділігі. Екінші амалда бізге екінші жұмысшының қанша күнде орындайтындығы берілмеген. Біз оны табу керекпіз, яғни санның бөлігі арқылы. 20 күннің 5-тен 3 бөлігін табамыз. Яғни 20-ны көбейтеміз 5-тен 3-ке. 20 мен 5 бөлшегін қысқартамыз. 1 және де 4. Сонда бізде пайда болады. Бөлшектің бөлімінде 1, алымында 4 көбейтілген 3. Яғни 12 күн. Енді үшінші амалда екінші жұмысшының жұмысының бөлігін, өнімділігін анықтаймыз. Яғни екінші жұмысшы бізде 12 күнде орындап шығады екен жалғыз өзі. 1-ді 12-ге бөлу арқылы екінші жұмысшының өнімділігін таптық. Төртінші амал. Келесі жұмысшы, үшінші жұмысшы. Ол бізге біріншіге қарағанда 2,2-ден 1 есе артық уақытты қажет етеді. Яғни, екінші жұмысшының күнін көбейтеміз 2,2-ден 1. Себебі бұл бізде есе артық уақытты талап етеді. Яғни, 12 бөлшектің бөлімінде 1 бар деп жазамыз. 2,2-ден 1 бөлшегі бізде аралас бөлшек. Яғни, біз оны бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол бізде болады 2, алымын анықтау үшін 2-ні 2-ге көбейтіп 1-ге қосамыз. Ол бізде болады 5. Осы жерден 12 мен 2-ні қысқартамыз. 1 және 6. Сонда бізде пайда болады 1-ден 30 күн. Үшінші жұмысшы жалғыз өзі жұмысты 30 күнде аяқтайды. Енді үшінші жұмысшының өнімділігін табамыз. 5-ші амал. Яғни 1-ді бөлеміз 30-ға тең болады. 30-дан 1. Бұл бізде үшінші жұмысшының жұмысының өнімділігі. Біз бірінші жұмысшының өнімділігі, яғни 20-дан 1-ді қосамыз. Екінші жұмысшының өнімділігі 12-ден 1-ге оған қосамыз. Үшінші жұмысшының өнімділігі ол бізде 30-дан 1. Бөлшекті ортақ бөлімге келтіреміз. Ең кіші ортақ еселігі бізде 60. 60-ды 20-ға бөлеміз. 3 толықтау үшін кішірек табамыз. 60-ды 12-ге бөлеміз. 5, 60-ды 30-ға бөлеміз.
2. Толықтауыш көбейткіштерді бөлшектің алымы мен бөліміне жеке-жеке көбейтеміз. Сонда бізде мынандай өрнек пайда болады. 60-тан 3 қосылған 60-тан 5 қосылған 60-тан 2. Бұл бізде тең болады 60-тан 60-тан 10 бөлшегін қысқартамыз 6-тан 1. Яғни 3 жұмысшы бірге орындай отыра жұмыстың 6-дан 1 бөлігін орындайды. 7-ші амалда енді жұмыстың 3 жұмысшы бірігіп қанша күнде бітіретіндігін анықтаймыз. Ол үшін 1-ді 6-дан 1 өнімділікке бөлеміз. Яғни 1 көбейтілген 6-дан 1 бөлшегіне кері бөлшек жасамыз. Ол бізде болады 1-ден 6 тең күн. Яғни есептің жауабы осы жұмысты 3 жұмысшы бірігіп 6 күнде бітіреді. Осымен біздің бірлесіп орындалатын мәтінді есептерді шығару сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.